Қазақстан хоккей чемпионатындағы демалыс Теміртау спортшылары үшін ешқандай пайда алып келмеді. Ойынның басы сәтті басталғанымен, бұл жеңіс теміртаулық жанкүйерлерді қатты есеңгіретті. Ойынның алғашқы есебін теміртаулық спортшылар ашты. Катков және Ананичевтің көмегімен Маргамов ерекшеленді. Арада 2 минут уақыт өткеннен кейін алаң қожайындарының бірі Бароков есеп шотын теңестіре алды. Бірінші кезеңнің соңына дейін есеп өзгерген жоқ. Екінші 20 минуттың бірінші жартысында командалар тең дәрежеде ойын көрсетті. Ойынның бел ортасында теміртаулық команда сәтсіздікке ұшырайды деп ешкім ойламаған болатын. Екінші кезеңнің 30 минутында павлодарлық команда 1 минуттың ішінде қатарынан 3 шайба салды. Бұл жерде Волгин, Гурев және Шетле ерекшеленді. Соғылған шайбалардан кейін Егор Гавриловтың шәкірттері есеңгіреп қақпаларына 2 шайба жіберіп алды. Бірінші кездесудің қорытындысы бойынша есеп 6-1 павлодарлық команда жеңіске жетті. Қарымта кездесудің бірінші кезеңінде ақ Теміртау хоккейшілері қақпасына 5 шайба жіберіп алды. Бұл ойында Копытин, Твердохлебов, Воробьев және Качулин ерекшеленді. Екінші 20 минуттың алғашқы минутында Александр Ананичев павлодарлық команданың қақпасына алғашқы шайбаны соқты. Қарсылас команда бұл шайбаға 2 шайбамен жауап қайтарды. Екінші кезең қорытындысы бойынша есеп 7-1 Павлодар командасы алда. Шешуші үшінші кезеңде есеп шоты өзгерген жоқ. Кездесудің қорытындысы 7-1 Теміртау командасы үлкен есеп айырмашылығымен Ертіс командасынан ұтылды. Во-первых, хотелось бы, конечно, поздравить коллегу с достойной победой. Алдымен қарсылас командаға тартысты ойындар үшін алғысымды білдіремін. Қарсыластарымыздың дайындығы өте мықты болған. Ал біз жанкүйерлерімізден кешірім сұраймыз. Ары қарай қателіктерімізбен жұмыс жасайтын боламыз. Кезекті ойыннан кейін Теміртау командасы турнир кестесінің 7-ші орында тұр. Бірінші орында көкшетаулық Арлан, екінші орынға павлодарлық Ертіс командасы көтерілді. Ал үшінші орында өскемендік Алтай Торпедо тұр. Жерлестеріміз 7 және 8 қараша күндері Өскемен қаласында Алтай Торпедо командасымен кездеседі.